Ауыз ашып әлденіп гүлденгендер, нұр болып шуақ болып төгілгендер, әз наурызда әр жерде тойлап жүрген дархан қазақ кеңпейіл істерімен. Әз наурызда шапан киіп, тақия киіп, атқа мініп жарқырап жүрген жандар, статусты қазақшылыққа толтырғандар. Наурыз бітсе де осы дәстүрді сақтап қалар, баршамыз соған үлес қылайық. Әз наурыз 7 түрлі тағамменен араласып аққудай жанғанменен, наурызды дәріптейтін күндер толы болсын, қуаныш мереке болып тұрсын. Рамазанда өз мәресіне таяп келген ағайын қуанып дұға қылған. Бұйырса айтқа да жетерміз, айтқызбай талай өмір өткізерміз. Айтта да шуақты күн болсын, ажарың әрқашан нұрлы болсын. Айттан кейін әркім бұрынғы әдетіне салып кетпей, әртүрлі тарихта қуып кетпей, өмірдің әдебін, шариғатын сақтайық, өмірдің еңбегін ақтайық. Әз наурыз мерекесі тағы құтты болсын, халқым менің, Лұқпанша мың жасасын. Жақсылық болсын, той болсын, мереке құтты болсын, Рамазан қабыл болсын. Қазақшылығымызды дәріптеуді тоқтатпайық, ой өрнегімізді үлкен дамытайық, өскелең ұрпаққа үлкен өнеге қалдырайық. Ассаламу алейкум.